терең сезімталдық. Буын бұлшықеттегі сезімді сездік, жұлындық ганглийге келді. Жұлындық ганглийде бірінші нейрон орналасады. Енді бұл ары қарай барады да, жұлынның сұр затына кірместен, жұлынның артқы бетіндегі ақ затындағы гол және бурдах пучоктары арқылы сопақша миға қарай өтіп кетеді. Сопақша миға барып, сопақша мида да дәл бағанағыдай гол және бурдах денешіктері болады. Солар арқылы бұл жерде екінші нейрон түзіледі. Гол дегеніміз бізде сезімді аяқтан сезеді, ал бурдах дегеніміз жоғары қолдардан сезініп отырады. Екінші нейрон дәл осы жерге келеді де, ары қарай қиылыс жасап, қарама-қарсы бетке өтіп, көпірге, одан кейін бізде ортаңғы миға, таламусқа барады. Таламустан ары қарай ішкі капсуланың артқы аяғы